Ювал Ноа Харари. Сапиенс. Адамзаттың қысқаша тарихы. 8-ші тарау. Тарихта әділдік болмайды. Аграрлық революциядан кейінгі 1000 жылдықтар тарихын түсінуімізге көмектесетін негізгі сұрақ: ынтымақтастыққа арналған биологиялық инстинкті болмаса, адамдар үлкен ұжымдарға қалай бірге алды? Қысқаша жауап: олар қиялдағы құрылымдарды жасап алып, жазу сызуды ойлап тапты. Осы екі жаңалық биологиялық мұрамыздағы олқылықтардың орнын жауып кетті. Үлкен ұжымдардың пайдасы мен зияны бірдей еді. Ұжымдар арқа сүйеген құрылымдар өздігінен бейтарап та әділетті де болған емес. Адамдар иерархиялы түрде бір-біріне бағынған жасанды топтарға бөлінді. Мұның жоғары деңгейіне билік пен артықшылықтар берілді де, төмендегілер кемсіту мен қанауға ұшырады. Мәселен, Хамурапи заңы елдің барша тұрғындарын ақсүйекке, қара халыққа және құлдарға бөлді. Тізім басында тұрғандарға бар жақсылық бұйырды. Бұқара халыққа жұмырға жоқ болмайтын бөлігі ғана тиді. Құлдарға түкте қалмады. Америкалық тәуелсіздік декларациясы 1776 жылы барлық адамдардың теңдігін жариялағанымен, америкалықтар қиялдағы құрылымдарды жасап алды. Ол да иерархиялық еді. Ер азаматтар артықшылықтарға ие болды, ал әйелдерге ондай құқықтар бермеді. Ақ нәсілділер бостандық пен билік алды, ал төменгі сұрыптағы адамдар саналған қара нәсілділер мен үндістерге жалпыға ортақ теңдік тиесілі болмады. Тәуелсіздік декларациясына қол қоюшылар арасында құл иеленушілер аз емес еді. Декларацияға қол қойғаннан кейін де олар құлдарына бостандық беруді ойламады. Сөйте тұра, өздерін 200-ді санаған емес. Өйткені олардың қарапайым көзқарасы бойынша адам құқықтарының негрлерге ешқандай қатысы жоқ еді. Америкалық қиялдағы тәртіп те кедей мен бай иерархиясын дәріптеді. Сол кездегі америкалықтардың көпшілігі бай ата-аналардың бала шағасына өз капиталы мен бизнесін беруінен туындайтын теңсіздікті сөлекет көрген жоқ. Олар теңсіздікті өте қарапайым, бай мен кедей бір ғана заңға бағынады деп түсінді. Жұмыссыздыққа байланысты жәрдемақы, баршаға бірдей білім беру немесе медициналық сақтандыру туралы сөз қозғалған жоқ. Бостандықты бүгінгіден басқаша түсіндірді. 1776 жылы қоғамның төменгі топтары, әсіресе қара нәсілділер, үндістер, Құдай масылықтан сақтасын, әйелдер, билікке үміткер болады деп ойлаған емес. Бостандық сөзі тек бір ғана нәрсені, мемлекет жекеменшікті, төтенше жағдайларды айтпағанда, тәркілей немесе мүлікті пайдалану жөнінде иесіне нұсқау бере алмайды деген түсінікті білдірді. Осылайша, америкалық қиялы тәртіп байлық иерархиясын сақтап қалды. Оны біреулер Құдайдың өзі белгіледі деп пайымдаса, келесілері табиғаттың бұлжымас заңы ретінде қабылдады. Табиғат адамды сіңірген еңбегі үшін байлықпен марапаттап, жалқаулығы үшін жарлылықпен жазалайды деп ойлады. Еркін адамдар мен құлдардың және ақ нәсілді мен қара нәсілдінің, бай мен кедейдің барлық ерекшеліктері туралы әңгіме ойдан шығарған сандырақ еді. Еркек пен әйелге бөлу туралы кейінірек айтамыз. Алайда тарихта болаттай берік қағида бар. Кез келген қиялдағы иерархия өзінің ойдан шығарылғанын терістеп, өзін табиғи әрі қажет құрылым ретінде жариялайды. Мысалы, бостандар мен құлдардың иерархиясын табиғи әрі дұрыс құрылым ретінде түсіндіретіндердің бәрі құлдық адамның ойлап тапқан жүйесі емесін дәлелдеуге тырысты. Хамурапи құдайлардың қалауын желеулетсе, ал Аристотель құлдық болмыс, бостан адам азат болмысы иеленгеніне, яғни әркімнің қоғамдағы қал жағдайы ішкі болмысынан шығып жататынына сендіріп бақты. Адамдардың теңсіздігі қайдан шыққанын ақ нәсілшіден сұрақ көріңізші. Сол бойда нәсілдер арасындағы биологиялық айырмашылықтар туралы псевдоғылыми дәріске қарқ боласыз. Сірә сізге арилік қанда немесе генде әлдебір құдірет жатыр, соның арқасында ақ адамдар жаратылысынан ақылды, тәртіпті әрі жанын сала жұмыс істейді, дейтін шығар. Капитализмнің көкезу жақтаушысынан байлық иерархиясы жөнінде сұраңызшы. Сөз жоқ, қаражаттың теңсіздікпен бөлінуі
адамдардың қабілеті мен мүмкіндігіндегі объективті айырмашылықтардың қашып құтыла алмайтын салдары екеніне қанығасыз. Осынау пайымға салсақ, байлардың бай болатын себебі олар кедейге қарағанда қабілетті әрі еңбекқор. Байлар жақсы емделіп, тәуір білім алса, тоя тамақтанса, оған ашуланудың қажеті жоқ, себебі олар мұндай артықшылықтарға жетуге біраз еңбек сіңірді, дейді. Касталық жүйесі бар үнділер бақи дүние бір кастаны екіншісінен жоғары қойғанына сенеді. Жаратылыстың белгілі үнділік мифі былай дейді: құдайлар алғашқы адам Пурушаның денесінен әлемді жасадымыз. Күнді оның көзінен, айды миынан, брахмандарды, абыздарды, ернінен, кшатрилерді, жауынгерлерді, қолынан, вайшилерді, шаруалар мен саудагерлерді, жамбасынан, шудраларды аяғынан жаратты дейді. Осы түсіндірмеге құлақ ассақ, брахман мен шудраның арасындағы айырмашылық аспандағы ай мен күндей соншалықты табиғи әрі мәңгі нәрсе болып шығар еді. Ежелгі қытайлар Нюйва деген құдайдың адамдарды топырақтан жасағанына сенген. Ол жұқалай сары балшық қосып, ақ сүйектерді елеп шығарып, бұқара халықты қара балшықтан жұмбаздай салыптымыз. 21-ші сурет. Апартеид уақытында жағажайда тұрған ақ нәсілділерге ғана шомылуға рұқсат берген ескертпе. Ашаңдау адамдар қара түстілерге қарағанда күн көзінен көбірек зиян шегуі мүмкін. Оңтүстік Африкалық жағажайларды нәсілге неге мұндай жолмен бөлгенін қисынға сыйдыра алмаймыз. Ақ нәсілділерге арналған мұндай жағажайлар ультракүлгін сәулені әлсіреткен де емес. Бірақ осы иерархия атаулының бәрі адам қиялының жемісі екенін түсінеміз ғой. Брахмандар мен шудралар алғашқы адамның әртүрлі ағзасынан жаралған емес. Касталар арасындағы айырмашылық солтүстік Үндістан тұрғындары осыдан шамамен 3000 жыл бұрын ойлап тапқан заңдармен және нормалармен бекіген. Аристотельдің айтқанына қарамастан, құлдар мен азат адамдардың арасынан ешқандай биологиялық айырмашылық табылмады. Адамзат баласы қабылдаған заңдар мен нормалар адамдардың бір бөлігін құлдарға, қалғандарын олардың қожаларына айналдырып жіберді. Ал ақ және қара адамдар арасындағы терінің түсі мен шаштың тұрпаты сияқты кейбір биологиялық айырмашылықтар байқалады. Бірақ бұл айырманың интеллекті мен моральға қатысы барын айғақтайтын еш дерек жоқ. Адамдардың көпшілігі өзі өмір сүретін қоғамның иерархиясын табиғи әрі бірден бір әділетті құрылым санайды. Мұндай қоғамның барлығы жалғанда ерсі критерийлерге бағынады. Бүгінде батыс жұртшылығы өзінің нәсілдік иерархия идеясына тыжырына қарайды. Қара нәсілділердің ақ махаллаларға қоныстануына, ақ нәсілділер оқитын мектепте білім алуына, солар жататын ауруханада емделуіне тыйым салатын заңдар бізді шошытады. Сөйте тұра байлар мен кедейлер иерархиясы әлі күнге бар, және де байлар оқшауланған салтанатты махаллаларда тұрады. Олардың балалары беделді жабық мектептерде оқиды. Олар ең тәуір, жан-жақты жабдықталған ауруханаларда емделеді. Осының бәрі америкалықтар мен еуропалықтардың көпшілігіне өте орынды көрінеді. Оның үстіне бай адамдардың көпшілігі бар болғаны байлықты мұраға алған. Кедейлердің көпшілігі жармаған отбасында дүниеге келгендіктен жоқшылыққа ұшырағаны баяғыда дәлелденген. Өкініштісі күрделі құрылымдалған адамзат қоғамында қиялдағы иерархия мен әділетсіз кемсітушілікті айналып өте алмайтын сияқтымыз. Әрине, моральдық көзқарас тұрғысынан иерархияның бәрі бірдей емес. Кейбір қоғамда тым сорақы дискриминация көзге ұрса, басқа біреулерінде ондай шектен шығушылыққа бармайды. Әйтсе де тарихшылар кемсітушілікті айналып өткен бірде-бір қоғамды тауып бере алмайды. Адамдар өз қоғамын тәртіпке келтіру қамымен халықты қиялындағы категорияларға, ақ сүйектерге, қарапайым бұқараға және құлдарға, ақ және қара нәсілділерге, патрицийлер мен плебейлерге, брахмандар мен шудраларға, байлар мен кедейлерге қайта-қайта бөлумен келеді. Осы категориялармен миллиондаған адамдар арасындағы қарым-қатынастар реттелді. Бір адамдардың саяси, құқықтық немесе әлеуметтік мәртебесі жоғары, ал басқаларынікі төмен болады деп сендірілді. Иерархиялардың маңызды әлеуметтік қызметі бар. Бір-бірімен мүлде таныс емес адамдар бір-бірімен қалай тілдесуді біледі.
жеке таныстыққа уақыт пен күшін жұмсап жатпайды. Бернард Шоудың Пигмалион атты пьесасындағы Генри Хиггинс қандай қарым-қатынас орнату керегін түсіну үшін Элиза Дулитлмен етене таныспайды. Төменгі таптың адамы екенін тану үшін оның сөйлеу мәнерін естісе жетіп жатыр. Ондайларға ойға келетінін естуіне, мәселен, карта ойынына салғаны сияқты, Элизаны ақшаға тігуге болады. Ол аздай Элизаның басын бәске тігіп, оны гүл сатушы деп емес, көпшілікке ханшайым деп таныстырып, өз қалауына пайдалана алады. Ал қазіргі гүл сатушы Элиза да күні бойы дүкенге бас сұғатын ондаған сатып алушыға райхан мен раушан гүлдерін көбірек сату үшін әңгімені қалай өрбіту керектігін сезеді. Әркімнің талғамы мен қаржылай мүмкіндігін анықтап жатуға оның мұршасы жоқ. Сондықтан ол әлеуметтік кодқа, кімнің қалай киінгеніне, жасына көңіл аударады. Элиза іштей саяси әдепті болмаса, онда әлгінің терісінің түсінде ескереді. Сөйтіп, анасының туған күніне орай аса көркем райхан гүлінің құшаққа сыймас тестесіне тапсырыс беретін бай фирманың иесін шөкімдей дәстүргүл сатып алуға ғана шамасы келетін боз өкпе курьерден ажырата біледі. Әрине, әлеуметтік жіктелімде адамдардың табиғи қабілеті де рөл ойнайды. Бірақ қабілет пен мінез құлықтың әр алуандылығы елеулі дәрежеде қиялдағы иерархиямен сабақтасып жатады. Иерархия қабілет қарым мен мінез құлыққа екі тәсілмен ықпал етеді. Ең алдымен барлық дағдыны әуелі адамға дарту, ал содан соң дамыту керек. Тіпті бала дарынымен дарабозданып тұрса да, оны әлпештеп, шеберлігін ұштамаса, жаттықтыра бермесе, көп замай бойдағы оты сөніп, сыйы кеміп, елеусіз қалады. Алайда өзінің қабілетін жетілдіріп, дамыту мүмкіндігі адамдардың бәріне бірдей бұйырмаған. Олардың қияли әлеуметтік тәртіптегі хал ахуалына байланысты. Жақсы мысал Гарри Поттер. Ата-анасын тамаша сиқыршыларды жоғалтқан, надан көз байлаушылар тәрбиелеген бала, сиқыр жасаудан еш тәжірибесі жоқ күйінде Хогвартсқа келеді. Өз қабілетін бағамдап, әлеует қарымын ашу үшін оған 7 кітап керек болады. Екіншіден, әртүрлі таптың өкілдері бірдей қабілеттілік көрсеткеннің өзінде де олардың бәріне бірдей табысқа жетуге кепілдік жоқ. Өйткені олар әр алуан ереже бойынша ойнайды. Мәселен, Британ иелігі кезіндегі Үндістанда Чамара, былғаршы, Брахман, католик ирландық және ағылшын шіркеуінің мүшесі бой көрсетіп, бизнеске кірісті делік. Төртеуінің де бұл іске қабілет бейімі бірдей, бірақ олардың байып кету мүмкіндігі бір-бірімен салыстыруға келмес еді. Экономикалық ойын тек құқық ережелермен ғана емес, сондай-ақ көзге көрінбейтін әйнек бөгесіндермен де реттеледі. Шырғалаң шеңбер. Барлық қоғам қиялдағы иерархияға арқа сүйейді. Бірақ көбінесе әркімнің өз иерархиясы болады. Мұндай айырмашылық қайдан келген? Неге дәстүрлі үнді қоғамы адамдарды кастаға, Осман империясы діні бойынша, 19 ғасырдағы Америка нәсілі бойынша бөледі? Көп ретте иерархияның пайда болуына кездейсоқ тарихи факторлар түрткі салады. Содан соң әлдебір иерархия нығайып, мәңгілікке орнығады да ұрпақтан ұрпаққа ұласады. Ал оны адамдардың белгілі бір тобы өз мүдделеріне орай түзетіп, толықтырып отырады. Мысалы, ғалымдар үндінің касталық жүйесі осыдан 3000 жыл бұрын арийлар Үндістан түбегіне баса көктей кіріп, жергілікті тұрғындарды бағындырған кезде қалыптасты деп пайымдайды. Басқыншылар таптық иерархияны орнатты. Өздеріне әрине абыздар мен жауынгерлер үстемдік етуші орын алып, жабайларға малайлар мен құлдардың рөлі тиді. Саны жағынан жергілікті тұрғындар басым болғандықтан, басқыншылар өздеріне артықшылық беретін мәртебесін жоғалтып алудан қауіптенді. Ондайға жол бермеу үшін олар тағы тұрғындарды кастаға бөліп, әр кастаға нақты қызмет түрін немесе белгілі бір қоғамдық міндетті белгіледі. Барлығы айрықша заңдық мәртебеге ие болып, міндеттер мен артықшылықтар алды. Кастаның араласып құраласуына, некелесуіне немесе қандайда бір әлеуметтік әрекеттесуіне, тіпті бірге тамақтануына да тыйым салды. Және де мұндай айырым заңмен ғана емес,
сондай-ақ діни мифологиямен де, күнделікті іс тәжірибемен де бекіді. Билеушілер касталық жүйе тарихи дамудың кездейсоқтығына емес, мәңгілік ғарыштық ақиқатқа негізделгеніне сендіріп бақты. Индуизм үшін кіндік қағида тазалық пен былғаныш ұғымдары, нақ осы ұғымдар әлеуметтік пирамидаға тірек болды. Діндар үнділер көзге кастаның мүшесімен байланыс жасау тек заңды бұзған адамды ғана емес, бүкіл қоғамды тұтас былғайды. Бір сөзбен айтқанда, бұдан асқан сұмдық жоқ дейді. Бұл үнділік ілімнің көзге көрінер ештеңесі жоқ. Кез келген тарихи кезеңдегі қоғамның көбінде нақ осы тазалық пен былғаныш туралы ұғымдар әлеуметтік айырмаларды қалыптастырып, жандандыру ісінде жетекші роль атқарды. Билеуші тап бұларды өз артықшылықтарын сақтап қалу үшін үнемі пайдаланып отырды. Оған қоса былғанып қаламын-ау деген қорқыныш күшті болды. Ал абыздар мен патшалардың ойдан шығарған уағыздарынан ғана емес, сондай-ақ тіршілік етудің биологиялық амалынан да өрбитін еді. Барлық жан-жануарлар сияқты адамдар да жұқпалы ауру таратушылардан, яғни індетке шалдыққандар мен содан өлгендерден аулақ жүреді. Қандай да бір тапты әйелдерді, еврейлерді, гомосексуалдарды, зәңгірлерді қоғамнан оқшаулау қажет болса, ең оңайы оларды жұқпалы ауру таратушы екеніне жұртты сендіру. Тазалықты былғанышқа қарсы қоятын қалыбымен касталық жүйе Үндістан мәдениетіне тамырын бойлата жіберді. Арийлер басқыншылығы әлде қашан ұмтылды, алайда Үндістан тұрғындары касталық жүйеге сеніп, касталардың араласуынан туындайтын былғаныштан қатты қорқады. Сөйте тұра, каста жүйесі де өзгерді. Уақыт өте келе, негізгі касталар бірнеше касташықтарға бөлініп, 4 варннан, үлкен кастадан, 3000 джати деп аталатын топ шықты. Бірақ касталардың көбеюі бұл жүйенің қазықтай қағидаттарын шайқалта алмады. Әркім туғаннан бері бір топқа жатады. Ал енді сол топтың шегінен тысқары шығуға тырысуы, немесе оның ережелерін бұзуы әлгі адамның өзін де тұтас қоғамды да арамдап, сүйекке таңба салады. Джати адамның мамандығын да, оған жеуге рұқсат етілген тағам түрін де, некеге тұруға болатын жұбайларының шек-шеңберін де белгілеп берді. Неке тек кастаның ішінде қиылып, балалар ата-ананың мәртебесін мирас етті. Жаңа мамандық түрі пайда болған сайын, немесе жаңа адамдар тобы құралған кезде, олар үнді қоғамының құрылымынан тиесілі орындарын алу үшін өздерін каста ретінде мойындауды қажет етті. Әлде қандай топ кастаға рәсімделмесе, ондай адамдар мүлде аластатылды. Қатаң таптық топтық қоғамда оларға ең төменгі қабаттан да орын тимеді. Оларды аласталғандар деп атады. Аласталғандар бөлек тұрды. Лас әрі қор еңбекпен, нәжіс жинаумен немесе қоқыс сұрыптаумен күн көрді. Тіпті төменгі каста мүшелері аласталғандарға жанасудан бой үзе қашып, бірге тамақ ішпек түгілі саусақ тигізуден жиренді. Олармен некелесу жөнінде сөз қозғамай-ақ қояйық. Қазіргі Үндістандағы демократиялық үкімет мұндай дискриминациямен күресіп, үнділерге касталардың араласуы ешкімді арамдай алмайтынын қаншама түсіндіруге тырысқанымен, жұмысқа орналасу мен некеге тұру жайлы әлі де елеулі дәрежеде касталық тегіне тәуелді күйінде қалып отыр. Америкалық тазалық. Шамамен тап осындай шырғалаң шеңбері қазіргі Америкадағы нәсілдік иерархияны ұстап тұр. 16-18 ғасырларда ақ нәсілділер екі Америкаға кеніштерден шикізат өндіртіп, плантацияларды баптау үшін Африкадан миллиондаған құл алып келді. Олардың құлдары Европа мен Азиядан емес, Африкадан тасуды қолайлы көруі кездейсоқ қалыптасқан 3 фактордың нәтижесі. Біріншіден, Африка Америкаға жақын. Демек, Вьетнамға қарағанда Сенегалдан тірі тауарды жеткізу арзанға түседі. Екіншіден, Африкада құл сатудың дамыған нарығы қызмет істеп тұрды. Осы жақтан құлдарды негізінен Таяу Шығысқа экспорттады. Ал Европада бұл кезде құлдық тек экзотика болып қалды. Әлбетте, тақыр жерде құлдарды өсіріп баққанша, қалыптасқан нарықтан құл сатып алған әлдеқайда оңай ғой. Үшінші фактор мейлінше маңызды.
Виргиниядағы, Бразилиядағы және Гаити аралдарындағы плантацияларда арғы тегі африкалық аурулар, безгек пен сары безгек құтырынып тұрды. Африкалықтар бірнеше ұрпақ буыны өткенде бұл кеселдерге қарсы ішінара иммунитет қалыптастырып қалды, ал еуропалықтар олардың алдында қорғансыз еді, қынадай қырыла берді. Сонымен плантаторлардың көзқарасы тұрғысынан еуропалықтарға ақшасын текке шашқаннан немесе жалданбалы жұмыскерлерге жұмсағаннан гөрі африкалық құлдарды сатып алған пайдалы еді. Қарама қайшыласқан әдіппен генетикалық плюс, ауру кеселге қарсы иммунитет, әлеуметтік минусқа айналып кетті. Еуропалықтармен салыстырғанда африкалықтар осы тропиктік климатқа төзімді болғандықтан ғана құлдыққа түсті. Осынау шынтуайтып келгенде екінші деңгейдегі факторларға бола енді ғана қалыптасып, қаз басып келе жатқан Америка қоғамы Еуропадан шыққан ақ нәсілділердің билеуші кастасына және оларға бағынышты қара өңді африкалықтар кастасына бірден бөлінді. Бірақ адамдар өздерінің әлдебір нәсілдің немесе халықтың өкілдерін экономикалық пайда табу үшін ғана құлдықта ұстап отырғандарын мойындағысы келмеді. Үндістанды жаулап алған арийлер сияқты Америкадағы ақтар да тек экономикалық табысты көздеп қойған жоқ. Сонымен қатар тақуа, адал әрі дәйекті адамдардың абырой беделін иеленуді көкседі. Халықты нәсілі бойынша шеттеуді ақтап алу үшін діни және ғылыми мифологияны көмекке тартты. Діндарлар Африка тұрғындарының өз әкесінен қарғыс алған Нұқтың ұлы Хамнан тарайтынына сендіріп бақты. Оның ұрпақтарына құл болу маңдайларындағы жазу, деді. Биологтар қара нәсілділер ақ нәсілділерден интеллект жағынан да, адамгершілік қарым-қатынас тұрғысынан да кенже қалғанын дәлелдеуге кірісті. Дәрігерлердің айтуынша, қара нәсілділер лас тұрады және жұқпалы ауру таратады, яғни олар арамдықтың бастауы. Бұл мифтер Америка тұтастай алғанда батыс елдері мәдениетіне жымдаса кірігіп, әу баста құлдықты туындатқан себеп салдарлар жойылғаннан кейін де ұзақ жылдар бойы өз ықпалын сақтап қалды. 19 ғасыр басында Британия империясының аумағында құлдыққа тыйым салынды. Ағылшындар трансатланттық қара тауар саудасының жолын кесіп отырды. Тыйым біртіндеп қос Америкаға тарала берді. Атап өтетін жайт, тарихты тұңғыш рет құл иеленуші қоғамның өзі ерікті түрде құлдықты алып тастады. Бірақ құлдарға азаттық бергеннен кейін де нәсілшілдік мифтер санадан сейілмей, нәсілшіл заңдар мен нәсілдік бөлінуді жақтайтын әлеуметтік салт та сақталып қалды. Міне, тұйыққа тірейтін себеп салдарлы тізбек, шырғалаң шеңбер осылай пайда болды. Азамат соғысынан кейінгі оңтүстік штаттардағы ахуалды мысалға алайық. 1865 жылы ақш конституциясына енгізілген 13-ші түзету құлдықтың заңға қайшы екенін жариялады. Ал 14-ші түзету адамдарға нәсіліне бола азаматтық беруден және заң алдында тең құқықты екенін мойындаудан бас тартуға болмайтынын нақты көрсетті. Алайда, 2 ғасыр құл болған қара нәсілділер көпе-көрнеу нашар жағдайда өмір сүрді. Кедейлердің көбі ішер ас, киер киімге жармады, сауатсыз болды. 1865 жылы Алабамада туған қара нәсілдінің басы бостан бола тұра, өзінің ақ терілі көршісімен салыстырғанда жөпшеңді білім алып, жақсы жұмысқа тұруға мүмкіндігі тапшы еді. Жарық дүниеге 1880-1890 жылдары келген келесі ұрпақ арадағы әлсіз үзікті жалғап, жыртықты жамауға мәжбүр болды. Өйткені бұл балалар да сауатсыз әрі кедей отбасынан шықты ғой. Мәселе экономикалық теңсіздікпен шектеліп қалмады. Алабамада ақ нәсілділер жоқ-жітік жағдайда өмір сүрді. Олар нәсілі жағынан жамағайын байларға бұйырған артықшылықтардан құралақан қалды. Оның үстіне индустриялық революция мен қарқынды эмиграция Америка қоғамының әлеуметтік әбжілігін күшейте түсті де, тұрмысы тұралап балшыққа батқандар сілкініп, ұшпаққа самғай жөнелді. Бәрі ақшаға тіреліп тұрса, нәсілдер арасындағы алшақтық жойылып, аралас сұқыраластық, әсіресе нәсіл аралық неке қию үрдісі басталар еді. Бірақ онда ештеңе бола қойған жоқ. 1865 жылға таман ақтар, сондай-ақ қаралардың да көпшілігі, қара нәсілділер ақ нәсілділерге қарағанда топас әрі жалқау, жеке гигиенаға мән бермейді,
есесіне зорлық-зомбылық пен жыныстық азғындыққа бейім тұрады деген ойды миға сіңіріп алған еді. Оларды агрессия мен індеттің, яғни тағы да былғаныштың ошағына балады. 1895 жылға дейін қара нәсілді алабамалық ғайыптан тайып, білім алудың жолын тауып, таза қызмет істеуге, мысалы, банк клеркі болуға талпынып көрсе, бәрібір оның біліктілігі ақ нәсілдінің мүмкіндігінен әлде қайда төмен жатыр. Оған қара нәсілділер тумасынан жалқау, топас әрі сенімсіз деген теріс түсінікте қарсы тұрар еді. Уақыт өте келе адамдар мұндай теріс түсініктердің нақты деректен емес, желбуаз мифтен шыққанын ұғып, қара нәсілділерге ақ адамдар сияқты әрекетке қабілетті, заңды құрметтейтін, әрі жұғымды адамдар екенін дәлелдеуге мүмкіндік беретіндей көрінген. Бірақ та үрдіс қарама қарсы болып шықты. Жалған нанымның жаны сірі екен. Уақыт өткен сайын шиелене түсті. Ақ нәсілділер жақсы жұмыс орындарының бәрін жайлап алғандықтан, олардың қара нәсілділерге басымдық танытып келе жатқанына көз жеткізу қиын емес еді. Өздерің көріп отырсыңдар, дейді кез келген ақ нәсілді. Қара нәсілділердің бірнеше ұрпағы азат өмір сүрді, бірақ олардан оқытушылар, адвокаттар, дәрігерлер, ең болмаса банк қызметшілері шыққан емес. Осының өзі қара нәсілділердің жаратылысының зердесіз екенін, дұрыс жұмыс істей алмайтынын көрсетпей ме? Шеңбер тұйықталды. Қаралар ақ жағалы бола алмайды, өйткені көпе-көрнеу зердесіз саналады. Олардың зердесіздігіне ақ жағалылар лауазымында қара нәсілдердің жоқтығының өзі дәлел болып отыр. Шеңбер тұйықталғанмен тоқтап қалған емес. Қара нәсілге қарсы ескі наным нығайып келеді. Джим Кроу заңдарының жүйесі нәсілдер арасындағы қарым-қатынасты реттейтін нормалар қалыптасуда. Қара нәсілділерді сайлауға қатысудан қағыс қалдырады. Олар ақтармен мектепте бірге оқуға, ақ адамдарға арналған дүкеннен бірдеңе сатып алуға, бір мейрамханада тамақтануға, бір қонақ үйде қонуға қақы жоқ. Осының бәрі қара нәсілділер милау, лас, қауіпті, ақ адамдарды олардан қорғау керек деген сылтаумен жасалады. Ақ нәсілділер олармен бір бөлмеде ұйықтап, бір үстел басында ас ішкісі келмейді. Инфекция жұқтырып алудан қорқады. Ол қыздарының қара нәсілді балалармен бір мектепте оқығанын қаламайды. Агрессия мен жаман өнегеден қорқады. Бұл надан, азғын азаматтар кімді сайлай алады? Қара нәсілділер сауатсыз екенін, олардың арасында жұқпалы ауруларға шалдығу және қылмыс жасау деңгейі жоғарылығын жалықпай дәлелдеп жүрген ғалымдар осы үрейдің қоламтасын одан сайын үрлей түсті. Бұл деректер дискриминация салдары екенін зерттеушілер аңғармады. 20 ғасыр ортасында бұрынғы конфедерация аумағындағы бөліну 19 ғасыр ортасындағыдан сәл жұмсақтау болған шығар. 1958 жылы Миссисипи штатындағы университетке құжат тапсырмақ болған қара нәсілді абитуриент Кленнон Кикке күш қолданып жындыханаға жатқызды. Бұл үкімді шығарған сот Миссисипи университеті өзін қабылдайды деп ойласа, қара нәсілдінің ақыл есі дұрыс емес деген түсініктеме берді. Кездейсоқ тарихи оқиғалар. Ақ нәсілділердің қара нәсілділерге үстемділігі. Шырғалаң шеңбер. Кездейсоқ пайда болған хал ахуалдар қытымыр әлеуметтік жүйенің ырқымен нығая түседі. Оңтүстік штаттағы америкалықтарға, солтүстіктегілерге де, қара ер азамат пен ақ әйелдің арасындағы жыныстық қатынас немесе неке қию туралы ойдың өзі сұмдық үрей үйірді. Нәсіларалық жыныстық қарым-қатынасқа үзілді кесілді тыйым салынды. Оны бұзғандар дереу қатаң жазаланды. Сәл күдік туа қалса, қылмыскерді қинап өлтірді. Ақ нәсілшілдердің құпия ұйымы Ку-клукс-кланның есебінде мұндай жазалау түрі жетіп жатыр. Нәсілшілдік әдет ғұрып тұрмыстың жаңа салаларының бәріне біртіндеп жайыла бастады. Америкалық эстетика ақ адамның сұлулығы идеалына құрылды. Бұл нәсілдің сырт келбеті, ақшыл тері, жалқын сары төгілген шаш, шошайған шағын мұрын әдемі болып саналды. Әдеттегі африкалық келбет, қарақошқыл тері, қап-қара бұйра шаш, жалпақ мұрын кейіпсіздік ретінде қабылданды. Осындай жалған пайымдар қиялдағы иерархияны түйсіктің әлі де терең деңгейінде ұстап, сол арқылы оны біразға дейін алып барды.
жүздеген, мыңдаған жылдар сақталатын шырғалаң шеңберлер де болады. Әлде қандай тарихи кездейсоқтықтан туындаған қиялдағы иерархия мәңгілік тәртіпке айналады. Уақыт өткен сайын әділетсіз дискриминация сейілудің орнына асқына түседі. Ақша ақшаға құйылады да кедей-кедейлене береді. Білімділер білім алып, ал сауатсыздар бұрынғысынша надандық өтінде бүрсең қағады. Ұтылғандарға тағы да ұтылу қаупі төнеді. Ал тарихтың өзі қолына бәрін үйіп төгіп ұстатқандар сірә кейін де түгел сыпырып ала береді. Әлеуметтік саяси иерархиялардың ешқандай логикалық немесе биологиялық негізі жоқ. Олар тек мифтермен қамбиған мән жайлардың кездейсоқ тоғысуына ғана арқа таңады. Айтпақшы, тарихты дәл осы себеп бойынша зерттеген пайдалы. Ақтар мен қараларға немесе брахмандар мен шудраларға бөлу биологиялық шындыққа негізделсе, яғни брахмандардың миы шудралардікіне қарағанда шын мәнінде жақсы жұмыс істесе, адамзат қоғамының құрылысын түсіну үшін биологияның өзі жеткілікті болар еді. Алайда Homo sapiens топтары арасындағы биологиялық айырмашылық ауыз толтырып айтарлықтай көп емес. Биология пәнімен үнді иерархиясын немесе Америкадағы нәсілдік нанымдардың дамуын түсіндіре алмаймыз. Бұл құбылыстарды түсіну үшін адами қиял элементтерін рас әрі өте қатал әлеуметтік құрылымға айналып жіберген оқиғаларды, жағдайлар мен күштердің өзара әрекеттесуін зерттеп-зерделеуге тура келеді. Еркек пен әйел. Әр қоғамның өз иерархиясы бар. Жаңа замандағы америкалықтар нәсілге көңіл бөледі, ал ортағасырлық мұсылмандар іс жүзінде оған мән берген жоқ. Ортағасырлық Үндістанда кастаға теліну өмірдің ең басты мәселесі еді, ал қазіргі Еуропада мұндай әлеуметтік ұйымның ізін де таба алмаймыз. Адамзат қауымы еркектер мен әйелдерге бөлінеді. Барлық жерде еркектер елеулі басымдықтар иеленеді. Ежелгі Қытай жазбаларының бірінде жорамал айтатын жаурын сүйекте біздің заманымызға дейінгі 1200 жылдар. Хао ханшайым сәтті босана ма деп сұрақ қойған. Оған Дин күні босанса сәтті, Ген күні туса өте тамаша деп жауап берді. Бірақ Хао ханшайым Зиян күні босанды. Көне жазба көңіл жұбатар мұңлы сөзбен тамамдалады. 3 апта өткен соң Зиян күнінде жеңілденді, сәтсіз болды, қыз туды дейді. 3000 жылдан аса уақыт өтіп, коммунистік Қытай бір отбасы бір бала саясатын енгізген кезде, кейбір отбасылар бұрынғысынша қыз тууды сәтсіздікке балап, сәті түсіп келесі жолы ұл боп қалар деген үмітпен оны тастанды қылады, немесе өлтіртіп тастайды. Көп қоғамда әйелдер еркектердің, әкенің, күйеуінің, әлде ағасының әншейін жекеменшігі саналды. Кей заң жүйелерінде жыныстық зорлық мүліктік қылмысқа жатады, яғни құрбандыққа зорлыққа ұшыраушы емес, оның иесі саналады. Соған сәйкес мүліктік зиянды өтеу арқылы әділдік қалпына келеді. Зорлықшы әкесіне немесе ағасына ақы төлеп, әлгі қызға үйленуге тиіс. Киелі кітапта әлде біреу пәк қызды ұстап алып, онымен жатқан кезде үстерінен түссе, онда қызбен төсектес болған адам оның әкесіне 50 шекел күміс төлеуге тиіс, ал қыз енді оның әйелі бола берсін. Екінші заң 22+28 тең 29 деп нұсқалған. Ежелгі еврейлер көзқарасы тұрғысынан осы шешім ғана істі ретке келтірудің парасатты жолы көрінген. Кім түсіріп алғаны белгісіз ақшаны жерден көтерудің ұрлыққа жатпайтыны сияқты, ешкімнің меншігіне алынбаған әйелді зорлау да мүлдем қылмыс саналмаған. Ал енді жұбайлардың жыныстық қатынасын зорлау ретінде бағалауға болады деген ойдың өзі сандырақ көрінер еді. Күйеуі әйелінің сексуалдық қалауына толық билік жүргізді. Ол әйелін зорлады деу, адам өзін өзі тонады деп айыптаумен пара-пар еді. Бағзы замандарда ғана солай пайымдаған,
2006 жылға дейін әлемнің 53 елінде әйелін зорлаған үшін еркекті соттаудың заңды мүмкіндіктері әлі болмаған екен. Тіпті Германияда зорлау туралы заңға 1997 жылы ғана түзету енгізіліп, некедегі жыныстық зорлық туралы бап пайда болды. Еркектер мен әйелдердің теңсіздігі де Үндістандағы касталар жүйесі немесе ақштағы нәсілдік бөліну секілді адами қиялдың жемісі ме, әлде физиологияға негізделген табиғи айырым ба? Тіпті еркек пен әйелдің ұқсамайтыны биологияға байланысты дегеннің өзінде де ол әйелдерден еркектің артықшылығын негіздеп бере ала ма? Жыныстардың мәдени, заңдық және саяси теңсіздігі көбінесе олардың көзге ұрып тұрған биологиялық айырмашылықтарының көрінісі болып шығады. Бала туу жаратылыстан әйелдердің артықшылығы саналады. Өйткені еркектерде жатыр жоқ қой. Бірақ осынау объективті ақиқаттың әмбебап түйінін әр қоғам биологиядан мүлде алшақ жатқан идеялар мен мәдени нормалардың қат-қабат желегімен тұмшалап қойды. Мысалы, біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырдағы Афина демократиясы жатыры бар жандардың индивид ретіндегі заңды статусын мойындамады. Әйелдер халықтық жиналысқа немесе сот мәжілісіне қатыстырылмады. Әдетте мұндай индивидтің лайық білім алуға, жеке сауда-саттық жасап, философиялық пікірталастарға қатысуға құқығы болған жоқ. Саяси қайраткерлер, философтар, шешендер, суретшілер мен саудагерлер арасында бірде-бір жатырлы ұшырасқан емес. Шынымен адамда жатырдың болуы адамды көпе көріне осы аталған мамандарға жарамсыз еткені ме? Сірә баяғы замандағы афиналықтар солай ойлаған шығар. Қазіргі Афина тұрғындары арғы ата-бабалармен келіспейді. Енді Грекияда әйелдер дауыс береді, мемлекеттік қызметтерге сайланып, сөз сөйлейді. Зергерлік бұйымдардан бастап ғимараттардың жобасы мен бағдарламалық қамтуға дейінгі түрлі заттарды жасап, әрине университеттерге білім алуға барады. Осы салалардың бәрінде еркектермен қатар табысқа жетулеріне жатыр кедергі келтірмейді. Саяси тұрмыс пен бизнесте әйелдер әлі де теңдес өкілдікке жете алған жоқ. Олар грек парламентінің 12% ғана құрайды. Әйтсе де, бұрын олардың саяси өміріне қатысуына бөгесін салған заңды кедергілердің бәрі жоқ. Қазіргі Грекия азаматтарының көпшілігі әйел затының мемлекеттік лауазымды қызметте отыруын қалыпты құбылыс санайды. Сондай-ақ, қазіргі гректердің көбі еркектердің әйелдерге, тек әйелдерге сексуалды құмарлығы оянуы, өзіне қарама-қарсы жыныстың өкілмен ғана төсек қатынасына түсуі табиғи нәрсе деп есептейді. Осы сенімді олар сырттан таңған мәдени нормалар санатына емес, биологиялық ақиқатқа жатқызады. Қарама-қарсы жыныс өкілдері арасындағы қатынас табиғат заңы, ал бір жыныстылар арасындағы байланыс табиғатқа қарсы шығу болып шығады. Табиғат ана еркектер бір-бірін сүйіп қалса, ешқандай қарсылық білдірмейтін сияқты. Ал өз мәдениетінің өсиетін сіңірген аналар өз ұлына көрші бозбала көз салып, қырындаса ақылынан адаса жаздайды. Бірақ ананың үрейі ешқандай биологиялық үзілді кесілді талаптан туындап жатқан жоқ. Көптеген мәдени орта гомосексуалды қарым-қатынасты заңды ғана емес, сондай-ақ қоғамға пайдалы нәрсе деп есептеген. Ең белгілі мысал сол баяғы ежелгі Грекия. Илиадада Фетида өз ұлының Патроклмен жақындасуына бір ауыз сөз қарсы айтпайды. Македония патшайымы Олимпиада ежелгі дүние әйелдеріне сирек кездесетін темпераментімен және батылдығымен ерекшеленген. Күйеуін өлтіруді оның өзі жоспарлауы әбден мүмкін. Сөйте тұрып, ұлы Александр кешкі асқа нақ сүйері Гефестионды алып келгенде патшайым оларды қабақ шытпастан қабылдайды. Өз бетімен орныққан нормаларды дәріптеуге тырысатын адамдардың биологиялық мифтерінен табиғаттың бұлжымас заңдарын қалай ажыратып алуға болады? Биология рұқсат етеді, мәдениет тыйым салады деген жақсы бір сөз бар. Табиғат бізге мүмкіндіктердің ауқымды кеңістігін айқара ашып тастаған. Ал мәдениет адамдарды кейбірін ғана пайдаланумен шектеліп, қалғандарының бәрін бас тартуға мәжбүрлейді. Биология әйелдердің перзент сүюіне мүмкіндік берген. Кейбір мәдени орта оларды осы қабілетті іске асыруға мәжбүрлейді.
Биология еркектерге бір-бірінен сексуалды қанағат алуға мүмкіндік берген. Кейбір мәдени орта бұл мүмкіндікті жүзеге асыруға тыйым салады. Мәдениет әдетте табиғилыққа қарсы нәрселерге ғана тыйым салатынын айта береді. Алайда биологиялық көзқарас тұрғысынан мынау тіршілікте табиғи заңдылықтан тыс ештеңе жоқ. Табиғи емес, табиғат заңын бұзатын мінез құлық жүзеге аспауға тиіс. Оған тыйым салудың да қажет шамалы. Бірде-бір қоғам фотосинтезді жоюға немесе әртекті зарядтардың бір-біріне тартылуына тыйым салған емес. Табиғи және табиғи емес туралы түсінігіміз биологиядан емес, христиандық уағыздамадан алынған. Дін ілімінде табиғи дегеніміз, табиғат пен оның заңдарын жаратушы Құдайдың қалауына сай келетін қылықтар. Христиан ілімі Құдай адамның денесін жаратып, әр ағзаға нақты қызметтік міндет жүктеген дейді. Өз денеміздің мүшелері мен ағзаларын Құдай қарастырған мақсатта пайдаланып жүрсек, табиғи өмір сүреміз, ал оларды жаратушының ниетіне қарама-қарсы жұмсасақ, бұл табиғи емес. Бірақ эволюцияда ниет жоқ. Ағзалар әлдекімнің әмірімен дамымайды. Олардың қызметтік міндеті де өзгеріп отырады. Бірде-бір адам ағзасы осыдан миллиондаған жылдар бұрын прототипті орындаған қызметтік міндетті қазір дәл-медәл атқармайды. Ағзалар белгілі бір міндетті орындау үшін дамитыны рас. Алайда сол ағза кейін тағы бір қызметті атқаруға бейімделуі мүмкін. Мысалы, ауыз денеге қорек келетін тесік ретінде ежелгі көп жасушалы организмдер кезінен бар. Ауыздың сол қызметін әлі күнге дейін пайдаланамыз. Оған қоса сүйсеміз, сөйлесеміз, ал Рэмбо онымен гранатаның тиегін жұлып алады. Сонда не, осыдан 600 миллион жыл бұрын бабаларымыз мұны істемесе, осының бәрі табиғи емес пе? Қанат та бірден қазіргідей аэродинамикалық сұлу сипатына келе қойған емес. Олар мүлде басқа қызмет атқарған аяқ қолдан өрбіп шықты. Бір теория бойынша, жәндіктерге тән қанат миллиондаған жылдар бұрын қоңыздардың денесіндегі түк безінен пайда болған. Түк безі бар қоңыздар денесінің сыртқы қабаты салыстырмалы түрде үлкен еді. Бұл күн сәулесін молырақ сіңіріп, дене температурасын қолайлы деңгейде ұстауға мүмкіндік берді. Эволюция барысында осынау күн батареялары біртіндеп ұлғая берді де, әлгі бездер де тамаша құралға айналып, тұрпаты өскенімен салмағы сол күйінде қалған жәндіктерді секірген кезде бірнеше секунд ауада ұстап, қалықтатып тұратын болды. Без өскіндері жалпақ, көлемді жәндіктер алысқа секірді. Әлгілердің жәрдемімен самғай бастады. Содан кейін биіктікке көтеретін қанаттың жетілуіне де көп қалған жоқ еді. Келесі жолы маса құлағыңыздың түбінен ызыңдап тұрған кезде, қансорғыш ұрғашыға табиғат заңына қайшы әрекет етіп тұрған. Құдайдың қалауы бойынша маса қанатты ұшуға емес, күн батареясы ретінде пайдалануға тиіс екенін айтып көріңіз. Жыныстық ағзаларымыз да соншалықты көп қырлы міндеттер атқарады. Бастапқыда жыныс безі ұрпақ жалғастыру үшін дамыды. Ал неке рәсімдері жұбайлар өзара құштарлықтан бағамдап, бағалай білу үшін қажет болды. Ал енді кейбір жануарлар жыныстық органдарын да, әлгі рәсімдерді де өздерінің кішкентай көшірмелерін шығару ісіне еш қатысы жоқ қыруар әлеуметтік міндеттер қамына пайдаланады. Мысалы, шимпанзелер жыныстық жақындық арқылы саяси одақтарын нығайтып, достық көңілін білдіреді және шиеленістің шешімін табады. Осының бәрі табиғи емес деп айтуға бола ма? Жыныс пен гендер. Осылайша, құдда елдердің табиғи қызметі туу немесе еркектер арасындағы бір жыныстылардың жақындасуы табиғи емес деп айтудың жөні жоқ. Еркек пен әйелді сипаттайтын нормалардың, заңдардың, құқықтар мен міндеттердің көпшілігі биологиялық емес, қиялдағы шындықтың көрінісі. Биологиялық тұрғыдан адамдар аналыққа және аталыққа бөлінеді. Homo sapiens'тің аталығында бір X және Y хромосома, ал ұрғашысында 2 X хромосома болады. Еркек пен әйел биологиялық емес, әлеуметтік категория. Көп ретте және адамзат қоғамының басым бөлігінде еркек деп аталық, әйел деп аналық жыныс өкілін атайды. Алайда әлеуметтік мән мағынасы қанық бұл атаулар биология ілімінен тым алыс жатыр. Еркек дегеніміз
XY хромосомалар аталық бездер мен асып тасыған тестостерон жиынтығы сияқты биологиялық белгілері бар жай ғана сапиенс емес, қиялдағы қоғамдық тәртіптің ажырамас бөлшегі де. Мәдени мифтер оны белгілі бір еркектік рөлдермен, мысалы ол саясатқа қатысуы тиіс, құқықтармен, мысалы сайлау құқығымен, және міндеттермен, әсіресе армияда қызмет өтеу міндетімен жарылқайды. Әйел де организмде 2X хромосомасы жатырымен көп мөлшерлі эстрогені бар жай ғана сапиенс емес. Ол да қиялдағы қоғамдық тәртіптің бөлшегі. Мәдени миф оған ерекше әйелдік роль, балалар тәрбиелеу, құқықтар, мысалы қорғану құқығы мен міндеттер, жұбайына бағыну берген. Еркектер мен әйелдердің рөлі, құқықтары мен міндеттері биологиямен емес, ең әуелі мифтермен айқындалатындықтан, еркек және әйел ұғымдарының мазмұны мәдени ортадан мәдени ортаға ауысқан сайын өзгере береді. 22-ші сурет. Еркек туралы ұғымның 18 ғасырдағы көрінісі. Француз королі 14 Людовиктің салтанатты кескін келбеті. Ұзын жасанды шашқа, ұзын шұлыққа, биік өкшелі туфлиге, биші сияқты тұрыс әдібіне және де қолақпандай қылышқа назар аударыңыздар. Біздің замандастардың көпшілігі әлгі асай мүсейлердің бәрін қылыштан өзгесін әйел адамның белгісі деп есептейді. Бірақ 14 Людовик өз заманында ержүректілік пен күштіліктің үлгісі ретінде дәріптелген еді. Шатастырып алмау үшін ғалымдар биологиялық категорияны жынысқа және мәдени санатты гендерге ажыратуға тырысады. Біздің бәріміз объективті әрі тарихи уақыт ағымында өзгермеген белгі нышандар негізінде еркекке әлде әйелге жатамыз. Сондай-ақ гендерде еркектікі және әйелдікі болады. Ал кейбір мәдени ортада басқалары да ұшырасады. Гендерлік нышандар интерсубъективті мәселелер қатарында тұрады, әрі ұдайы өзгере береді. Мысалы, ежелгі афиналық әйел мен қазіргі грек әйелінің сыртқы кейпінде, мінез құлқында, киім үлгісінде, арманында, тіпті тұрған тұрысында ортақ ештеңе жоқ. Жынысқа бөлу оп-оңай, ал гендерлік нышанына орай ажырату күрделірек. Еркек әлде әйел жынысына жататыны нақты түрде айқындалады. Адам не X және Y, не 2X хромосомаларымен туады, сонымен әңгіме бітті. Ал енді әйелдің немесе еркектің гендерлік рөліне үңілу әлде қайда қиындау. Екі гендердің де айқындаушы белгілерін биология емес, мәдени орта қалыптастырған қоғамда қараптан қарап еркекті еркек немесе әйелді әйел дей салмайды. Мұндай атаққа ие бола салып, масаттануға әлі ерте. Еркектер еркек екенін ұдайы тал бесіктен жер бесікке жеткенше дәлелдеуге тура келеді. Ол үшін бірнеше рәсімдер мен алдын ала белгіленген іс-әрекеттерді өткеру қажет. Әйелдерге де босаңсуға болмайды. Өзіне және өзгелерге барлық жағдайда қыз қалықты, сүйкімді екенін өмір бойы дәлелдеу керек. Сонда да табысқа жетеріне кепілдік жоқ. 23-ші сурет. Еркек туралы ұғымның 21 ғасырдағы көрінісі. Барак Обаманың салтанатты кескін келбеті. Жасанды шаш, ұзын шұлық, биік өкше мен алдаспан қылыш қайда кеткен? Бұрын альфа еркектер тап осы күйінде тым жұпыны көрінер еді. Бүкіл тарихи кезеңдерінде билік басындағы еркектер жарқыраған, әрі бірден көзге түсетін киім-кешек киюге тырысты. Шаштарына қаптатып қауырсын таққан Америка үндістерін немесе бастан аяқ жібекке малынып, асыл тастармен көмкеріліп тастаған Үндістан махараджасын еске алыңыз. Жануарлар әлемінде де еркектері ұрғашыларына қарағанда сән салтанатпен жүреді. Мәселен, құйрығы құлпыра жайылатын таусқа немесе күлтелі жалы күдірейген арыстанға қараңызшы. Әсіресе еркектер ерлікке, өрлікке ұмтылысынан ештеңе шықпай қала ма деген уайым шегіп, үнемі қорқып жүреді. Тарихтың ұзын ырғағында өзі туралы тек нағыз ер еді деген пікір қалдыру үшін еркектер бастарын талай қатерге тігіп, өмірлерін пида етумен келеді. Еркек аты несімен жақсы? Қалай болғанда да аграрлық революциядан бастап адамзат қоғамының көпшілігі еркекті әйелден едәуір жоғары қойды. Қандай да бір мәдени ортада
Гендерлік категория қалай анықталғанына қарамастан, еркек болу әрқашанда артықшылық берді. Мұндай қоғамды ғылымда патриархат деп атайды. Патриархаттық қоғам еркектік қасиетті әйел қасиетінен биік қояды. Ол еркекті еркекше, ал әйелді әйелше ойлап әрекет етуге үйретеді, және де бұл шекараны бұзғандар қатаң жазаға тартылады. Ақы төлеуде де теңдік жоқ. Әйелдік идеалға жүгінуге міндетті қоғам мүшелері еркектік идеалды бойына жинағандардан аз ақы алады. Білім беру мен емдеу саласында әйелдерге аз қаражат жұмсалады. Олар жартымсыз экономикалық мүмкіндіктер иеленіп, қоғамға жартыкеш ықпал жасайды. Тіпті олардың жүріп тұру еркіндігі де шектеулі. Спортшылардың көбі көрнеу күміс медаль үшін ғана тайталасатын жарысты көзге елестетіп көріңіз. Әрине, әйелдер арасында да жоғарғы билікке жеткендер болды. Мысыр патшасы Клеопатра, Қытай патшайымы Уцетянь біздің заманымыздың 700 жылы, немесе ағылшын королевасы 1 Елизавета. Бірақ бұл үлуде біреу кездесетін ерекше жағдай еді. Елизавета басқарған 45 жыл бойы парламентте тек ер азаматтар отырды. Армия мен флоттағы офицерлік лауазымды қызметтің бәріне еркектер жайғасты. Адвокаттар мен судьялардың барлығы еркек болды. Сондай-ақ бүкіл епископтар, архиепископтар, діндарлар, дәрігерлер мен хирургтар түгелдей солай еді. Жазушылар, сәулетшілер, ақындар, философтар, суретшілер, музыканттар мен ғалымдар арасында да басым көпшілікті ер адамдар құрады. Патриархат іс жүзінде бүкіл аграрлық және индустриялық қоғамдардың нормасы. Бұл қоғамдық құрылыс саяси төңкерісті де, әлеуметтік революцияны да, экономикалық жаһандық өзгерісін де бастан өткерді. Мысалы, Мысыр елі шабуыл мен басқыншылыққа бірнеше мәрте ұшырады. Оларға ассириялықтар, парсылар, македондықтар, римдіктер, арабтар, түріктер мен ағылшындар кезек-кезек иелік етті. Алайда патриархаттық жүйе ешқайда кетіп қалған жоқ. Перғауындардың қол астында және эллинизм дәуірінде Рим құқығы мен мұсылмандық әдет ғұрпы бойынша Осман империясының және Британ басқыншылардың заңдары бойынша еркек еместер тұрақты түрде дискриминацияға ұшырады. Патриархаттық салт жаһанға жаппай жайылғандықтан, оны кездейсоқ жағдаяттарға байланысты пайда болатын шырғалаң шеңбер элементіне балауға болмайды. Айрықша атап өтетін жайт, тіпті 1492 жылға дейін мыңдаған жылдар бойы еш байланыс болмаса да, қос Америкада да, Афро-Азияда да патриархат үстемдік құрды. Афро-азиялық патриархатты кездейсоқ жағдайлардың жемісі десек, онда ацтек пен инктер қандай сәйкестікке орай патриархаттық жүйені таңдап алды. Гендерлік талаптары әр алуан бола тұра, мәдени орталардың түгелге жуығын еркектер бастауды әйел қасиетінен жоғары қоюға жетелейтін әлдебір әмбебап биологиялық қағида бар деген ұйғарым жасау қисынға келеді. Оның мән-маңызы не? Білмейміз. Теориялар көп, бірақ олардың бірде-біреуі толық сендіре алмайтын сияқты. Бұлшық ет күші. Ең кеңінен таралған теория айқын фактілерге иек артады. Дене бітімі күштірек еркектер әйелдерді бағынуға мәжбүр етті дейді. Тап осы теорияның көп айтылатын нұсқаларында ауыр жұмыстарға еркектердің ғана күші жеткенін, олар жер жыртып, егін жинағанын, сол арқылы азық өндіру ісіне одан әрі сәйкесті түрде саяси билікке бақылау орнатқанын алға тартады. Бұлшық ет күші теориясында екі кемістік бар. Біріншіден, еркектер әйелдерден күшті деген пікір жалпылама алғанда ғана дұрыс. Әрі оны дене күшінің кейбір аспектілеріне ғана қолдануға болады. Әйелдер әдетте көп шаршамайды, аштыққа төзімді, қатты ауырып сырқамайды. Кейбір еркектерге қарағанда тез жүгіретін немесе ауыр нәрселерді көтере алатын әйелдер аз емес. Ал ең бастысы, бұл теорияны шатқаяқтатып тұрған мына дәйек. Ұзақ тарихтың ұзын ырғасында әйел затын дәл осы дене күші қажет етпейтін жұмыстарға жолатпады. Діни жауапты қызметке, сотқа, саясатқа жолатпады. Бірақ оларды егістік алқапта, шеберханада, зауытта немесе үй шаруашылығында зорға жұмыс істеуге қиналмай аттандыра берді. Қоғамдағы хал-ахуал дене күшімен және төзімділікпен шешілсе, әйелдердің билікті тұтастай қолға алуы әбден мүмкін еді.
Екінші қарсы уәж де елеуге тұрарлық. Дене күшінің деңгейі мен билік деңгейінің арасында өзара сабақтастық, тікелей байланыстылық байқалған емес. Әдетте тән қуатын әлдеқашан сарыққан егде адамдар жас өрендерге әмірін жүргізеді. 19 ғасырдың орта шенінде Алабаманың мақта алқабындағы кез келген құл өз қожайынының аяғын аспаннан келтіре алар еді. Мысыр перғауынының немесе Рим папасының мирас қорын сайлаған кезде бокстан матч өткізген жоқ. Тіпті аңшы мен терімшілер тобында да бұлшық еттері дамыған емес. Тілдесу, араласып құраласу машығы мейлінше жетілгені басымдылыққа ие болады. Ал мафиоздық құрылымдарда топ басшысы міндетті түрде ең күштісі емес, көбіне егде жастағы жұдырығы әлсіз адам болады. Ол үшін лас жұмыстарды жастар істейді. Әлдебіреу топ басшысын тас талқан қылып сабап, қылмыстық синдикаттың тізгінін қолына алуға тырыштанса, ондай әумесер жер басып ұзақ жүрмейді. Тіпті шимпанзелер арасында да альфа еркек әлеуметтік пирамиданың ұшпағына көз жұмбай зорлықпен емес, өзге еркектермен, сондай-ақ ұрғашылармен де тұрақты коалиция құру арқылы шығады. Шындығында адамзат қауымының тарихы дене күші мен әлеуметтік жағдай арасындағы байланыс көбінесе тікелей емес, кері бағытта жүретінін дәлелдейді. Қоғамдардың көпшілігінде қол еңбегі төменгі таптың үлесіне тиеді. Корольдерден, діни қызметкерлерден, бас директорлардан, сот төрешілері мен генералдардан гөрі бұлшық ет шахтерлерге, солдаттарға, құлдарға, үй қызметшілеріне, тазалаушыларға керек ақ. Бұл азық тізбегіндегі Homo sapiens жағдайына толық сәйкеседі. Дене күші бәріне маңызды болса, сапиенстер осынау ғаламдық баспалдақтың ортасынан жоғары көтеріле алмас еді. Ал олар ақыл ойы мен әлеуметтік дағдыларының арқасында ең биікке шықты. Түрішілік иерархияның да дөрекі күштен гөрі интеллектуалдық және әлеуметтік дағдыларға арқа таңуы табиғи нәрсе. Міне, сондықтан осынау теория авторларына шынайы құрмет білдіре тұра, тарихтағы негізгі ең тұрақты иерархия еркектердің әйелдерді сабау қабілетіне негізделеді дегендеріне бәрібір сене алмаймыз. Қоғамның қоқыстары. Басқа бір теория еркектердің басымдылығы күште емес, агрессияда екенін айтады. Эволюцияның миллиондаған жылында олар әйелдерге қарағанда әлдеқайда агрессивті болып алды. Әйелдер жек көру, сараңдық пен долылық жағынан еркектермен теңесуі, тіпті асып түсуі мүмкін. Бірақ бетпе-бет келгенде еркектер тән зорлығына оп-оңай бара берді. Міне, тарихтың кез келген кезеңінде әскери іс неліктен еркектердің құзырында қалғаны түсінікті шығар. Соғыс уақытында қарулы күштерге еркектер әмір беретіндіктен, олар саяси билік тізгінін де уыста ұстады. Ал саяси билікті олар жаңа соғыстар ашуға пайдаланды. Соғыс көбейген сайын еркектер билігі нығая береді. Осынау шырғалаң шеңбер арқылы соғысты жаппай өршітудің де, жаппай патриархат үстемдік етудің де себебін түсіндіруге болады. Жуырда еркектер мен әйелдердің гормондық және когнитивті жүйелерін зерттеу нәтижесі еркектер табиғатынан агрессивті деген жорамалды растады. Сондықтан да олар әйелдерден гөрі әскер қатарына көбірек алынады екен. Мейлі, қатардағы сарбаздардың бәрі өңкей еркектер бола берсін. Соған бола оларға әмір беріп, басшылық жасайтын да, жеңістердің жемісін тататын тағы сол еркектер ғана болу керек деуіміз қажет пе? Мұндай қисынға салсақ, мақта плантацияларында қара нәсілділер ғана жұмыс істейтіндіктен, олардың қожайындары да қара нәсілділер болуға тиіс қой. Социумда бүкіл ауыр жұмысты қара нәсілділер атқарып, ал оларды ақ нәсілді мырзалар басқаратын жағдай мүмкін болатын сияқты, еркек солдаттардың тұтас армиясын теориялық тұрғыдан әйелдерге немесе аралас жынысты үкіметке бағынышты ету де мүмкін нәрсе ғой. Неге мүмкін болмасын? Тарихта офицерлері қатардағы сарбаздан өсіп шықпайтын қоғамдар көп. Ақсүйектер, байбағландар немесе арнаулы білімі барлар бірден офицерлік шен алады. Тіпті бір күн болса да солдат белдігін тақпайды. Наполеонды тізе бүктірген герцог Веллингтон әскери қызметке келген бойда 18 жасында шен алып офицер атанды. Ол қол астындағы плебейлер туралы алаңдаған емес. Қатардағы сарбазымыздың бәрі
қоғамның лақтырып тасталған қоқыстары деп жазады өзінің ақсүйек досына Франциямен соғысу кезінде. Қатардағы солдаттарды ол кезде халықтың ең кедей тобынан және аз ұлттар, әсіресе католик дініндегі ирландықтар арасынан алатын еді. Мансаптың тайғанақ баспалдағымен көтеріліп, офицер шен алуға олардың ешқандай мүмкіндігі болған жоқ. Жоғарғы шендер, корольдер, принцтер мен герцогтар үшін сары майдай сақталды. Бірақ неліктен герцогтар үшін, неге герцогинияға емес? Африкадағы француз империясы сенегалдықтардың, алжирліктер мен француз пролетариатының қанымен құрылып, термен тұтастырылды. Қатардағы әскерлер арасында жақсы отбасынан шыққан француз еркегінің үлесі жартымсыз болды. Есесіне олардың саны француз армиясын, империя ережесін басқарып, жеңістер жемісінен ләззат алған саусақпен санарлықтай элитаның қатарында мол еді. Бірақ тағы да француз еркегі, неге француз әйелі емес? Қытайда армия дәстүрлі түрде азаматтық әкімшілікке бағынды. Сол себептен соғысты көбіне қолына қылыш ұстап көрмеген мандариндер Қытайдағы әскери шенеунік жүргізді. Жақсы темірден шеге жасамайды деген мақалмен қытайлар дарынды адамдардың орны армияда емес, бюрократия арасында екенін меңзеді. Ендеше неге жекпе-жекке шығып көрмеген мандариндердің бәрі еркек жынысты болды? Әйелдер дене бітімінің осалдығынан немесе тестостерон деңгейінің төмендігінен мандарин, генерал немесе саясаткер бола алмады деу көкейге қонбайды. Соғыс кезінде төзімділік қажет, ал дене күші мен агрессивтілік онша міндетті нәрсе емес. Соғыс сыраханадағы төбелес емес, бұл күрделі кешенді үдеріс. Оны басқару үшін адамдарды ұйымдастыра біліп, ынтымақтастық орнататын, кейде компромиске де бара алатын теңдессіз талант қажет. Әдетте өз елінде бейбітшілік орнатып, одақтастар тарту және өзге адамдардың, әсіресе дұшпандардың ой нәтижесіне бойлай білу жеңіске жетудің кілті саналады. Әлбетте, нашар командирлер алпамсадай агрессивті альфа еркектен шығады. Мәселеге жан-жақты қарап, ынтымақтасуға дайын тұратын, кикілжіңдердің тігісін жатқызып, өзге адамдармен тіл табыса білетіндер ұрыс қимылдарын оңай басқарады. Міне, осындай сирек кездесетін тұлғалардан империяларды құрушы қайраткерлер шығады. Әскери істен хабары шамалы Октавиан Август тұрақты империя құрды. Мұндай жасампаздық рөл Юлий Цезарьға да, Александр Македонскийге де, ұлы қолбасшылардың ешқайсысына да тимеді. Замандастары, олардың ізін басқан бүгінгі тарихшылардың көбі Августтың жетістігін оның айрықша ізгі қасиетімен, Клементия, қанағатшылдық пен қайырымдылық сипатты үйлестіре білумен байланыстырады. Әйелдер еркектерден гөрі айлакер әрі бітімшіл, қиындыққа төзімді, жан-жақтылығымен де даңқы шыққан. Олардан тамаша саясаткерлер мен империя құрушы қайраткерлер шығар еді. Ал лас жұмыстар мен шайқастар тестостерон мен дөңкиген ашық ауыз айғырлардың еншісінде қала берсін. Патриархаттық ген. Биологиялық үшінші себеп өрескел күш иелері үшін аса маңызды. Ол эволюцияның миллиондаған жылдар ағымында еркектер мен әйелдер тіршілік етіп, ұрпақ өрбітудің әртүрлі стратегиясын жасап шықтым деп тұжырымдайды. Еркектер ұрғашыны ұрықтандыру мүмкіндігі үшін қатаң бәсекеге түсті. Әрқайсысының ұрпақ қалдыру мүмкіндігі қарсыласынан күш жағынан басым шығуына байланысты болды. Ең агрессивті, бәсекеден қорықпайтын, жау жүрек еркектер өз гендерін ұрпақтан ұрпаққа дарта берді. Ал әйелдер ешқашан өзін ана қылатын еркектен тапшылық көрген емес. Өз балалары өсіп өніп ұрпақ таратуын қаласа, ол әр баласын 9 ай бойы көтеруге, содан соң оны қоректендіріп тәрбиелеуге тиіс. Осы кездің бәрінде әйелдің азық табу мүмкіндігі қысқарып, оған көмек, былайша айтқанда, тұрақты күйеу қажет болды. Өзінің және балаларының күнелтіп тірі қалу үшін әйел еркек таңған шарттардың бәрімен еріксіз келісуге мәжбүр болды. Тек ол мұның қасында қалып, ортақ міндеттің белгілі бір бөлігін мойнына алса, жетеді деп ойлады. Осылайша, бағынышты әрі қамқоршы әйелдер өз гендерін ұрпақтан ұрпаққа ұластырды.
Күнкөріс стратегиясындағы соншалықты алшақ айырмашылықтардың нәтижесінде еркектер өркөкірек, бәсекелесуге бейім, бизнес пен саясаттың биік шыңына ұмтылатын өлермен болып қалыптасты. Ал әйелдер аяққа оралғы, жолға бөгет болмай, күйеуі мен балаларына барша ғұмырларын арнауға бастықты. Бірақ бұл жорамалды эмпирикалық деректер теріске шығарады. Әсіресе әйелдер көмекке мұқтаж болғандықтан еркектерге бағынды деген болжамды қабылдау қиын. Сонда ол неліктен өзге әйелдердің көмегіне сүйенбейді? Еркектердің өзара бәсекеге бейімдігі қоғамдағы оның басымдылығын қамтамасыз ете қоюда неғайбыл. Жануарлардың көптеген түрлерінде, мысалы, пілдер мен шимпанзелерде, мұқтаждық пен еркектер бәсекесі матриархатты қалыптастыруға алып келеді. Ұрғашылар шынында да көмекке зәру, сондықтан әлеуметтік дағдыларын кәдеге жаратып, одақ құруды және ынтымақтасуды үйренеді. Олар еркектер барша уақытын төбелеске және тағы басқа бәсекелерге жұмсап жүрген шақта өзара ынтымақтасып, балаларын бірге өсіреді. Осылайша еркектердің әлеуметтік дағдылары мен байланыстары іс жүзінде дамымай қалады. Боноболар мен пілдердің үйірлері ұрғашылардың өзара әрекеттесу желісінің қатаң бақылауында болады. Ал өзімшіл әрі ынтымақтасуға бейімсіз аталықтар шетке шығарылады. Пілдер мен боноболар үйірлері осылай қалыптасса, неге хомо сапиенстер солай топтасады? Сапиенстер дене күші жағынан осал түр. Олардың басты басымдылығы үлкен ұжымдарға бірге білуі. Әйелдер көмекке және міндетті түрде еркектің жәрдеміне зәру болғанының өзінде де әлеуметтік дағдылары мен бірігу білігін пайдалана отырып, агрессивті, өзімшіл әрі бытыраңқы еркектерге үстемдік ету, оларды ырқына көндіру үшін ғана ынтымақтаса алатын сияқты көрінеді. Тіршілігі ынтымақтастыққа тікелей байланысты түр ұжымдасуға бейімсіздеу мүшелерін, еркектерді, билік басына жіберіп, ал қауымдаса білетін жандарды, әйелдерді, бағынышты, басыбайлы жағдайға не үшін түсіріп қойды? Бұл гендер тарихындағы түйінді сұрақ. Әзірше оған біздің жауабымыз жоқ. Сірә әлгі болжамдардың бәрі дұрыс емес шығар. Бәлкім хомо сапиенс түрінің еркегі дене күшімен, агрессивтілігімен және бәсекеге бейімділігімен емес, керісінше әлеуметтік дағдылардың әрі ынтымақтастыққа аса қабілеттілігімен ерекшеленетін шығар. Әзірше мұны білмейміз. Анық білетініміз, соңғы 100 жыл ішінде бұл салада нағыз революция болды. Ол өмірдің барлық саласына еркек пен әйел арасындағы теңдікті тез өрістетіп қана қоймай, қоғамның гендер мен жыныстар айырмашылығы туралы ең негізгі ұғымдарды ой елегінен өткізе бастауынан тұрады. Гендерлік айырмашылық әлі де біршама байқалса да, жағдай жылдам өзгеріп келеді. 20 ғасыр басында әйелдердің дауыс беру құқығы жайлы әңгіме ақш-та сорақы идея іспетті қабылданатын. Ал кабинеттің әйел хатшысы немесе жоғарғы соттың әйел судьясы туралы айтудың өзі ойға келмейтін. Ал гомосексуалдық жабық тақырып болғаны сонша, ол жайлы ауыз ашуға да рұқсат жоқ еді. 21 ғасыр басында әйелдердің дауыс беру құқығы қалыпты жағдай. Кабинеттің әйел хатшысы лауазымына ешкім таңданған емес. 2013 жылы жоғарғы соттың 5 бірдей судьясы, оның 3-і әйел, бір жынысты некені заңдастыру туралы шешім қабылдады. Дәл осындай өзгерістер гендер тарихын соншалықты күрделі етіп көрсетеді. Бүгінгі күні осындай мысалдар арқылы патриархаттық жүйе ойдан шығарылған әншейін бір аңыз әңгіме, биологиялық нақты деректер емес десе, бұл жүйенің әмбебаптығы мен тұрақтылығын кім түсіндіріп бере алады?